Балалар сайты Еркетай КЗ ұсынады. Мақтаншақ қоян ертегісі. Орманда бір қоян өмір сүріпті. Ала жаздай сайраңдап, тоғайдағы жем-шидектерді теріп жеген ол, қыс түссе қарны ашып, ауылға арпа ұрлауға барады екен. Бір күні ол ауыл шетінде тұратын шаруаның үйіне ұрлыққа келеді. Қорасына кірсе, қаптаған қояндар тұр екен. Ол мақтана бастайды. Сендер үйде тұрсаңдар қайтейін, мен сендерден бәрібір артықпын. Менің мұртым ақ, сендердікіндей емес, ал табаным мен тістерім ше, сендердікі салыстыруға да келмейді. Мен ешкімнен қорықпаймын, дейді қоян. Үй қояндары мақтаншақ қоянның қылығын қарға тәтелеріне айтып береді. Ол бөспе қоянды жазаламақ болып, іздеп тауып алады. Даңғой қоян шошып кетеді. Қарға тәте тиіспеші, мен енді мақтанып, елдің назасын алмайтын боламын, дейді қоян. Босқа мақтанба, елден ерекшелігіңді бос сөзбен емес, ісіңмен көрсет, дейді қарға. Арада біраз күн өткен соң, бірде қараса, әлгі қарғаны иттер талап жатыр екен. Жаны ашып кеткен қоян құтқармақ болады. Иттердің назарын өзіне аударып тұра жүгіреді. Қарғаны тастай салған иттер қоянды қуып кетеді. Ол қашып құтылады. Қоянның ерлігіне риза болған қарға оған келіп жолығып, рахмет саған, сен мақтаншақ емес екенсің, мақтауға тұратын ер екенсің деп ризашылығын білдіреді. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналымызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.